Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ішкі жиын. Жиындардың қиылысуы және бірігуі. Оқу мақсаты: ішкі жиын ұғымын меңгеру, жиындар арасындағы қатынастардың сипаттамасын анықтау, жиындардың қиылысуын және бірігуін анықтамаларын білу. Берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуін табу нәтижесін символдарды қолданып жаза білу. Енді біз кешегі осы жиын тарауын бастадық. Сол жиын тарауын, жиын ұғымын қайталап өтейік. Жиындардың аттарын атайық. Бірінші, А жиыны: дүйсенбі, бейсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бұл қандай жиын болып аталады? Яғни бұл апта жиыны болып келеді. Екінші мысал: қыс, көктем, жаз, күз. Бұл қандай жиын болып келеді? Бұл жиын жыл мезгілі жиыны деп аталады екен. Жақсы. Келесі. Бүгінгі енді тақырыбымыз не? Тоқталайық өтетін тақырыбымыз. Егер Б жиынының әрбір элементі А жиынына да тиісті болса, онда Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Мысалға, яғни натурал сандар жиынын алсақ, қандайды? Кез келген натурал сандар: 7, 9, 18, 41 натурал сандар деп. Осы натурал сандардың ішінде қандай сан осы натурал сандар екі бөлінеді. Яғни тақ сандар және жұп сандар. Жаңағы айтқан мысалда жұп сандар бар ма? Ендеше жұп сандар натурал сандардың ішкі жиыны болып келеді екен. Мына мысалға назар аударайық. Б мынау белгі бізде ішкі жиынның белгісі. Сонда Б жиыны А жиынның ішкі жиыны болады. Егер ішкі жиын болмаса, онда ішкі жиын емес. Белгіленуі: яғни біз бос жиын деген ұғымды кеше өттік. Солда біз үстінен сызық білдіретінбіз. Мұнда да ішкі жиын болмаса, сол ішкі жиынның белгісін үстінен сызады екен. Сонда бізде ішкі жиыны емес деген атауды белгіні береді. Мысалға, А жиынын алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сандар жиыны. Осы жиынның ішінде жұп сандар жиынын алайық. Яғни мұнда жұп сандар жиыны Б жиыны дейді. 2, 4, 6. Сонда Б жиыны А жиынның ішкі жиыны болды ма? Әлде А жиыны Б жиынның ішкі жиыны? Әрине, Б жиыны А жиынның ішкі жиыны болады екен. Немесе Б жиыны А жиынына тиісті деп те атауға болады. Белгіленуі: яғни тиісті белгіні мына түрде белгілейміз. Ал оқылуында Б жиыны А жиынның ішкі жиыны болады екен. Б жиыны А жиынның ішкі жиыны белгіленуі сурет бойынша белгілеу. Бұл бізде кешегі айтып өткендей Эйлерден белгілеу болып келеді. Мен толық үлкен жиын бізде А жиыны, жаңағы натурал сандар жиыны дейді. Ал мынау Б жиыны бізге натурал сандар жоқ натурал сандар жиыны. Сонда Б жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады. Ал егер де мына Б жиынын алып тастасам, тек қана не қалады? А жиыны қалады. Онда А жиыны бос жиын деп те атауға болады. Бос жиынды сіздер білесіздер. 0 мен сызып тастаймыз мына белгі. Келесі, мына екінші Эйлердің дөңгелегі бойынша келесі суретке назар аударайық. Қараңыздар. Бұл суретте А жиыны, ол А жиынның ішінде орналасқан Б жиыны, Б жиынның ішінде орналасқан С жиыны. Ал бұны қалай біз атап оқиды екенбіз? Б жиыны А жиынның ішкі жиыны болса,
Ал С жиыны Б жиынының ішкі жиыны болады екен. Немесе А жиынының ішкі жиыны С жиыны да болып табылады. Жиындардың қиылысуы және жиындардың бірігуі. Ал ең алдымен болар, бұл бірігу, қиылысу деген ұғымды талдап өтейік. Екі жиынның қиылысуы деп, сол екі жиынның екеуінде де тиісті бар элементтерден ғана тұратын жиынды айтады. Мысалға, жаңағы біз натурал сандар жиынын айтсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дедіге, соның ішінде жұп сандар қандай? 2, 4, 6, 8. Яғни сол екінші Б жиыны натурал жұп сандар жиыны. Сол жиынның ішіне тиісті. Ендеше ол бізде қиылысуы болып келеді екен. Ал енді мына суретке назар аударайық. Тағы да бізде Эйвердің дөңгелегі. Осы екі дөңгелектің ортақ қиылысуын қарайық. Яғни С жиында 4, 9, 7, 13 сандары болса, элементтері, ал Д жиында 2, 7, 13, 6, 10 элементтер бар екен. Енді екі жиынды да қараңыз, қиылысқанын қиылыстырсақ, ортақ екеуінде де бар қандай элементтер? 7, 13. Сонда бұл мынау Д-ға тоғарып тұрған белгі бізде қиылысу белгісі болып келеді екен. С жиыны мен Д жиынының қиылысуы 7 мен 13 сандары екен. Ал дәл осы сандардың бірігуі дегеніміз, бірігуі барлық сандардың екі жиындағы да барлық сандарды жалпы қоса айтқанда, ол бірігу болып саналады. Жаңағы айтып өткендей, 4, 7, 9, 12, 13 және 2, 10, 7, 6, 13 екі жиындағы барлық сандардың бірігуі, яғни 4, 9, 7, 13, 2, 6, 10 екен. Мысалға, жаңағы айтқанымда, екі жиынның бірігуі деп, әрбір элементі сол екі жиынның тең дегенде бірігуіне тиісті болатын жиынды айтады. Ал қарай, N жиыны мен P жиынының бірігуі. Бірігу белгісі, қиылысу белгісін кері алатын болса, яғни бұл бірігу жиыны белгісі болады екен. N жиында A, B, C, D, E әріптер элементтер екен. P жиында D, E, X, Y болса, онда екеуін біріктіргенде A, B, C, D, E және X, Y. Өйткені E әріпі N элементінде де, P элементінде біз біреуін ғана жазады екен. D элементі P жиында да бар, және N жиында да бар. Бұл элемент бір-бірден алмайды екен. Бұндай жиындарды орналасқан қиылысуы, бірігуі деп атайды екен. Ал егер жиындарының қиылысуында ешқандай ортақ элемент болмаса да, онда бұл екі жиынның қиылысуы бос жиын деп келеді екен. Ал кемекей балалар, енді оқулықтың жұмысы. Оқулығымызды ашайық. 1034-ші есеп ауызша орындайық. Мен сіздерге қазір есепті шартын берілген атап отырамын. Соның бойынша орындаймыз. Бірінші тапсырма. А. Музыканттар жиыны. Б. Скрипкашылар жиыны. Не А жиыны, не Б жиыны қайсы ішкі жиын болады? Ішкі жиынды белгілейік. Музыканттар жиыны, скрипкашылар жиыны. Яғни скрипкашылар жиыны, музыканттар жиыны ішкі жиыны болады екен. Екінші мысал. Л жиыны еліміздегі